Бүгін бір күніміз котельнямен өтті. Қазір котельняда мына насос бар еді. Кеше қондырған жасыл насос. Соны фотоға түсіріп жүрейін деп отыр. Енді соған барып отырмық. Так, мына жауып па? Ашық тұр ба? Жауып кеткен ба? Мына екі насосты суытқа түсіріп жүр дейді. Суытқа түсіріп алдық. Жабық. Жіберейік. Жауып тастайық. Отопление тағы да дұрыс болмай тұр. Оның жүргеніміз не пайда. Кішкене жылыйып қайтадан салқындап кетіп тұр. Білмейміз, енді түсіне алмай жатырық. Озық шығатын уақыт болса, шығатын уақыты болды енді. Сонда да енді біздің неміз сантехник оператор котельня бізде 8 күн ауысады. Соны күн 9 күн нормально болады шығар. Ыстық су да жоқ, бір жаман жағы. Суға түсе алмай жатырық жеттер. Салқын болып тұр, енді қанжауын болып тұр енді. Сонда да бұдай мынадай не қатып қалмас үшін жақсы дүние негізі. Қазір суға түсе алып, душқа түсе алып, ұйықтаймыз, демаламыз. Бүгін сессия қарау керек. Енді білмеймін, ұйқым келмей жатсам көп қараймын. Әзірше қоштасамыз. Аманшылықта, саулықта. Рахмет назарларыңызға. Қолдау көрсетіп жатсыздар каналдардан. Рахмет көп. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде желтоқсанның 8-і. Қазір жұмыстамыз. Ертең кешке бұйырса да ма, ертең целый день жұмыстамыз. Бүгін сантехникаға ауысады. Қазір енді біздер әлі котельня шаруасымен жүріп, отопление вузық шығып жатыр, әлі шығып жатыр. Енді біздің жақсы жылды. Полный жылу үшін екі жақтан да циркуляция осып қойдық. Даже үш жақтан мына келе жатқан қазір котельнядан біреуін, сосын іште циркуляционный насос қондырған, екіншісі сосын заводта, жаңа ЦППМ заводта соны қондырды. Үш насостың күшімен жүріп жатыр, озықтар шығып жатыр. Қазір мына жақта озықты, мына жақтағы насос сөндіріп тастаймыз. Сосын мен мына насос істеп тұр қазір. Мына насос жұмыс істеп тұр. Мына насос сөніп тұр. Осыны сөндіріп тастаймыз. Мына ашамыз да. Насос бір дегенде болды. Сосын байпас, жабық тұрған байпасты ашып жібереміз. Мынаны ашып жібереміз. Мынау қазір жабық тұр. Мына кішкентай насосты сөндіріп тастадық. Қазір күтіп мүмкіншілік болса бір сағат обедке барамыз. Нешеуінен бері ешқандай видео түсірген жоқпын. Өйткені целый день жүгіріспен өтті кәдімгідей. Мына кілттің несінің ішінде езічок бар. Соны түсіріп алып тауып алдым мына жерден. Түнге таман келген ғой. Өзі түсіп кеткен. Общежитие үлкен болғасын екінші аяқты үйіне барамыз. Мына дала береміз да. Қыстықтан екенді. Бүгін күн тамаша болып тұр. Күндерін сәтті өтсін. Ауа райы өте керемет, шуақты. Керемет болып тұр. Бізде жағдай, істеп жатқан компаниямда жағдай өте жақсы. Шүкір, тренажерный зал бар. Жазда волейбол, футбол бар. Өте жақсы. Жыл сайын не болып тұрады, конкурстар болып тұрады. Спорт жағынан футбол, волейбол, теннис, сосын шахмат, жоқ шашка. Шахмат емес, шашка. Қазір аяқтағы давление түсіп кетіп жатыр.
қайта осы давление циркуляция болмағасын осылар түсіп кетеді. Міне қазір 2 болып тұр. 2 нормально, 50 болып тұр. Градустың температура тоже 2-де тұр, 2-ден төмен, сәл төмен түсіп тұр. Білмеймін енді, қарап көріп. Ну қазір обратка на подача. Немесе бізде керісінше болып тұр. Керісінше болып тұр. Көрдіңіз, обратканы подачаға істеп жүрген. Кешегі істеген жер, тиіп қалған жер. Ештеңе де істеген жоқпыз. Заражение ештеңе болмайтын шығар. Деп үміттенеміз, енді білмеймін. Кез келген нәрсені ұстап отырық қой. Топырақты. Барың, ассалаумағалейкум, кеш жарық. Бүгін бізде желтоқсанның 8-і. Қазір не жақта барамыз? Катенийге бара жатырмыз. Кілчек қайтамыз Катенийді. Кеше, короче, язычогын таба алмай сондай ситуация болмасын деп қазір стушка ұшып жүрмін. Язычогын таба алмай мынадай ғой, токарный топ қой. Ол мына жақтарда обычный тұр. Қазір тек сыртынан кілтеп жібереміз, сосын кілтеп іште қылып тағып қоямыз өзімізге. Так, міне кілтеді. Ана кішкентайда оны 2 қолмен ұстап тұрып кілтеп білсек, тағы язычок ішіндегі тілі шығып кетсе, қиын. Тауы қиын болады, түсіп қалмен түсіп кетсе. Мынау осы, мынау менікі. Воротанікі, мына калетканікі. Калетка қазір. Мынаның ішінде язычок, не тілі. Жоғалып кетті кеше. Түсіріп алдым. Все, болды. Болып тастадық. Жігіттер бүгін ауысады. Бүгін 8-і. Желтоқсанның ертең 9-і біздер ауысамыз бұйырса. 11 комиссия келеді дейді. Үлкен президент, компанияның президенттері, вице-президенттері. Жігіттерге ақ жол тіледік. Жақсы демалып қайтсын деп. Барайық жаңа. Әлі озық, системада әлі озық бар. Проблема болды. Қазір енді көрейік қанша болып тұрған. Давление, температура қанша. Түнге таман түсіп кетіп тұр. Давление 3. Температура 60. 50-60. Да тоже 3. Нашу вас сонда шығар. Жақсы болып тұр. Осы темажда осы давлениеден түсірмей керек. Сол бүгін күнімізді аяқтаймыз. Осымен жұмыста ертең басқа сантехник келеді. Сол кісімен жұмыс істейтін боламыз. Ол кісі енді біледі. Системаны барлығын бәрін істейтін боламыз соған. Жақсы, аманшылықта, саушылықта көрісеміз. Рахмет қолдауларыңызға. Ассалаумағалейкум баршаңызға қайырлы түн. Біздер Ноғайтыдамыз қазір. Сол Ноғайты. Үйге қайтамыз. Қазір кешкі сағат 10-да болды. Мына жігіттерін де қайтып. Қайда? Әлеке, сізде онда 14-ші орын ба? Менде 12-ші орын ғой. 10 ба? Сізде деген 11. Мансұрда 10. Аха, солай болды.
көрдіңіз бір купеге түстік ақыры. Алдында анда мында шашылып жүр. Қайтарда барар деді ма? Асқар күшті болып тұр. Қала вообще ызғар дейді ғой. Қала бұдан да ызғар. Старый вагондамыз. Адамдар ұйықтап отыр. Асфальт салдық. Ұшақ мініп тұрады. Ыстық су алып, кипяток алып шай ішеміз. Екі үсті дегенеміз салып алдық. Екі астан салып жатыр. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Жақсы мәке, аман жоқта. Такси жігіттер, такси. Екі район қала, такси. Достар, баршаңызға қайырлы таң. Мен міне қалаға келдім, Ақтөбеге. Қазір недемін. Күтіп алу керек, бұйырса. Мұздай салқын. Проводник өте сыпайы кісі, жақсы болды. Өте жақсы поездка кетіп кеткен біраз болды. Көршілер де жақсы, бәрі жұмыстастарымыз.